Қазақ еліне бір отбасы. Бүгін не себепті екеуміз свидание жасап жатырмыз? Себебі бүгінгі күн әдемі. 24-12-24. Алла қаласа 31 күні Бота екеуміздің үйленгенімізге, яғни некемізді қиғанға 4 ай болады екен. Мен Ботаға негізі сөз салмағам. Мына жерде біреулер сөз салайын деп жатыр. Сол Ботаға айтып отырмын, ақшасын төлеп саған да сөз салып жүрейін бе? Сияқты біреудікі ғой, біреудің жасаған еңбегі ғой. Жан білесің ғой, сен үшін сатып ала саламын ғой, оның полный оборудованиесімен бірге. Қарыз қаламда рет қауырып жүрем. Жаңа бағалар басын айналдырады. Бір стейк дейді 9200 теңге. 9200 теңге мен жарты айға продукт аламын ғой. Не заказ бересің? Стейк рибай, итальянский сэндвич, самоса, спринг ролл, бонфиле стейк с деми-глаз, потом цезарь салат и водички. Что, она больная какая-то? 2 года не ела, что ли? Эме тойып тұрма, маған су болады. Жеп алған бағана басқа рестораннан. Кімнің сағаты қымбат тұрады деп ойлайсыңдар? Конечно, менікі. Ана жерде сөз салып жатыр. Айтып тұрмын ғой, бүгін 24-12-24. Өте әдемі дата. Шаришулар момент жібермейді ғой. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә. Қазақ еліне бір отбасы. Ботаның сумкасының ішінде не бар? 30 000 теңге. Орбит, айна. Мына балықтың ауызы сияқты ашылады екен оны. Сурет салуға қарындаш бар екен. Ягу. Жоқ, оны видео жасайын деген ғой. Тамақтар келеді, бірін соғамыз. Анау тамақ келеді, мынаны соғамыз. Бір, екі. Ана заказын да алсай. Заказын да алсай. Әйеліме жұмсақпын. Себебі мен өз әйелімді еркелете алмасам, оның несін еркекпін? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтқан: әйелдеріңді құрметтеңдер, сыйлаңдар, ардақтаңдар. Ол Аллахтың сендерге берген аманаты деп. Тамаққа қарап тұрған екен. Осылайша біз Бота екеуміз үйге қайтып бара жатырмыз. Ботаға айтып отырмын, иншалла сәл күте тұр. Бұйыртса машина аламын деп. Сол кезде аяғын жерге тигізбеймін жан. Пока жермен жүре берсек. Басымыз көкте болса да аяғымыз жерде екенін ұмытпайық ағайын. Ассалаумағалейкум. Бүгін осындай әдемі датада біреулер үйленіп жатыр, біреулер сөз салып жатыр, біреулер дүниеге келіп жатыр. Әрқашан қуаныш болсын, әрбір жұп бақытты болсын. Әумин деп кетіңдер комментарияға.